Namaz 14. Abdullah bin Qurt radiyallahu anhudan rivayat. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, қиямат күні пенденің ең бірінші сұрағы намаздан башталады. Егер намазы жақшы болса, қалған амалдары жақшы болады. Егер намазы жаман болса, қалған амалдары да жаман болады, деді. Абдулла бин Qurt радiyallahu анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, қиямат күні пенденің ең бірінші сұрағы намаздан башталады. Егер намазы жақшы болса, қалған амалдары жақшы болады. Егер намазы жаман болса, қалған амалдары да жаман болады, деді. Абдулла бин Qurt радiyallahu анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, қиямат күні пенденің ең бірінші сұрағы намаздан башталады. Егер намазы жақшы болса, қалған амалдары жақшы болады. Егер намазы жаман болса, қалған амалдары да жаман болады, деді. Табарони Тарғиб.